Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек кабар үткүнүнүн катталуучулары, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 6 ноябрь 2021 жыл, авторунук Бишкек Рио муна базары. Биринчи ушул мына ушул жолдун жээгиндеги унаалардан көрсөтүүнү баштайбыз. Кадарлаш унаалар толтура турат. Арасында жол тандамастар дагы бар, минивендер дагы бар, жылы эски унаалар дагы бар. Алардын баарын жаңылтабыз. Бул жерде биринчи эле ушул азыр даяр таксиде кызмат өтөп жүргөн Passat B3 универсалды коштойбуз. Жакшы абалда. 180 миң сом дейт. Дөңгөлөктөрү жайкы, азыр эсин сурайлы. Assalamu alaikum. Жылы канча? 92, 18, 18 моно. Баасы 180 модатка канча бересиз? 170 бересиз. Сизге клиенттер кайсы номерге чалыш керек? Маңғау? 0706 0706 01 06 22 170 миң сом болушу. 170 миң сом болушу дейт. Анын жанына бул жерде 745 BMW дагы чыгыптыр, кара түстө. 2001 жылкы 4-4 автомат. Баасы 7 миң доллар дейт. Азыр салонун ачып көрөлү. Дөңгөлөктөрү кышкы. Кайсы бай? Я. Бишкек кабар. Бишкек кабар ютуб каналы. Канча болот экен? Эмне жумуш бар? Жумушу деле жок. Канча бересиз бекен? Бул турабыз. 6,5. 6,5 миң долларга беребиз деп. Бир аз катуураак жабылып калды эшиги. Кийинки биякта Nissan Sefiro күмүш түстө. Жылы 96, объем 2, 180 миң сом. Мош номерге чаласыздар. Nissan Sefiro. Андан кийин биякта Nexia 1 сары түстө. Бир аз четтеринде чириктери бар экен. Коробкасы механика. Жылы 2007 1.6. Срочно акча керек дейт, 100 миң сом. Сіздердікі? 1.6 мотор басталғанда сонда? Жок, өзү. Өзүнүкү, родной. 100 миң сом дейт, канча болот эми болушу? Болуш 95. 95. Азыр ушул моментте эмне жумуш бар азыр? Эмне кылыш керек? Неме деле жок жумуш. Только айдабаш керек, а? Только айдабаш керек деп, только акча керек деп жазып коюптур бияка. 100 миң сом. Все в порядке дейт, штрафы жок экен. Арест жок экен. Салон ачып көрөлү. Арзанына чыкты, арзанына колдонуп пайдаланып калгыла. 100 миң сом дейт, 95 миң сомго берем дейт. Андан кийин биякта ушул Porter Kia Bongo. Ушу Porter'да көрсөтүп кетейин. 2006 2.9 дизель экен, механика 6700 доллар. 2 номери бар. Porter'дагы сурагандар бар бизде. Азыр ачып көрөйүнчү, жабык экен. Дөңгөлөктөрү кышкы. Mitsubishi Space Star автонасы, коробкасы механика, жылы 2003 1.6. Жылы 2003 1.6, дөңгөлөктөрү кышкы. 270 миң сом. 211 миң километр жүргөн. Салон ачып көрөлүчү. Канча болот? Отур, шактан көрүп коелу. Кожа турбайбы, туруштары? Кожа экен. Бүт электропакет. Подогрев жок бияқта, а? Подогрев жок. Подогрев жок экен. Канча болот болушу? Болуш 250. 250. 250 миң сом болушу дейт. Андан кийин биякта Odyssey да турат, ушул Odyssey да кошотуп кетейин. Honda Odyssey жылы 96 2.3 автомат 220 миң сом дейт. 220 миң сом биякта Fit дагы бар экен, бирок жыл объем жазылбаптыр, азыр эсинен сурайбыз. Байланыш номери, мош номерге чаласыздар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Fittин жылы кайсы? Таксыр? 2003. 2003 1.3. Коробка вариатор. Канчада атасыздар муну? 5-1. 5 миң. Айтылышы. Эми нак болсо түшүп бересиз да.
Нақ болса түшіп береміз дейді. Негізі басыны $5000 деп сұрап жатыр. Қазір арты жауық екен. Артыңғы дөңгелектері жайқы. Үшіл Honda Fit. Кейінгі бияқта Honda Accord сол рулды, қара түсті. Дөңгелектері қышқы почти жаңылы салып қойыптыр. GoForm фирма. Жылы 2001, 1.8 механика. $3500 дейді. Номері бар. Азыр içinde тақсыр бар екен. Есі бүт стеклоподъемниктер электрический. Коробка механика. Жақсы болып па? Механика 5 штука. Соңына сатып көрдіңіз бе екен? Болыш қанша? Болуш 270 000 болады. 270 000. 270 000 сом болады дейді. Тоннар улантамыз. Азыр ушу кезекте мына жердегі степке келгенбиз. Жоқ, степке мынандан тартып қойын. О, арқасы түтіп қалыптыр. Mazda Protege деген автоуна. Көрелчі қанжада өтеді. Коробкасы автомат екен. 140 000 км жүрген, родной. 2000 жылқы, 1.5 автомат. 200 000 сом. Салонны көрелчі. $146 000 км жүрген. Басы 200 екен, қанша бересіз бәкен? Жақшылап тарты еме қыл келсін, сөйлешем. Сөйлешеміз да? Соңға берем. Егер ұшыл емеден өткет болса, емкі келгеніңде саған нормально деп питанияды. Болды, стоп. Жақшылап тартсаң керек. Бұны мұнай жақшылап дегенде сіз өзіңізден айтып қойшыңыз керек пе? Не жұмыс бар? Сізге келіп салып сұрай беретін керек пе? Короче, ештеке қылбай, только айдайды. Мынау кузовында кішіне иш бар болды. Аға бір 4-5 мың сом. Менің 4-5 мың сом еме бар да иш. Болды, атак башқа жағы жақшы ходовка, мотор, коробка. Шары ішінде таксы қылыштай болса бола, нормально? Конечно, 1.5 объем. Ашып кетсе 7 литр ішеді. Қана моторын бір жақсы қылып көрейінші. Дөңгелектері, қазір бүт комплект қандай азыр дөңгелектер? Қыш қой? Дөңгелектің керегі деле жоқ азыр. Үшіме емділі қыштан шығып кетті. Ойланмай шығып кетсе болады, Хорошо. Ойланмай шығып кетсе болады деді. Номерді мен дағы бір жол көрсетейін. 140 000 км жүрген, родной дейді. Коробкасы автомат. Реально алдынан келіп сөйлесе түшіп берем дейді. Номерге çalыңыздар. Сен немеген өтіп болса, емкіде питания қыламыз. Болды. Оны тартайым я. Passat B3 тартайыншы. Passat B3. 88-ci жылқы 1.8 140 000 сом дейді. Салон açayınca. Azı артынан бір көрейін. Passat B3. Жақшы малды екен. Азыр есі бияқта. Бәкен, шытырға қанша бересіз? Шытырға. Şıtırga 125 verem. 125 бересіз. Беріп саласыз. Не жұмыс бар азыр? Ne cumuş? Bu ne stil cumuş yok. Только aydaş gerek oldu. Отырыш керек, айдаш керек. Бензин құйыш керек болды. Болды. Бензин құйыш керек, айдаш керек те 125 000 сом. Кейінгі бияқта Honda Step RF 1-ді көрсетеміз. Жылы 2000, 2 объем. Газ, бензин 450 000 сом дейді. 450 000 сом, дөңгелектері қышқы. Үстінде багажнигі бар екен, жақсы малда. Мына жерде 2 Nexia келіп тұр, Россиядан. Біресі учеттан шыққан, мынау, а бұл учеттан шықпайлы келіп тұр. Бампері біраз қиқырып қалып тұр, 150 000 сом дейді. Артынан өтіп көрейінші. Кейінгісі, мынау үшін Nexia 2. Жылы 2009, 1.5 простой мотор екен, 150 000 сом. 150 000 сом, анан кейін бияқта Mercedes Vito 7 орынды минивен 2003 жылқы 2.2 $5700. $5700. Бияқта Stream алған жақсы малда тұрады. 2 объем 2003, дөңгелектері қышқы. Басы бірақ договорын деп жазып қойыпты, сіз емес пе? Договорын деп жазып қойыптыр, 2 номері бар. Бірақ состояние чинелі идеал екен, өздағы идеал деп жазып қойыптыр. Бүт парактары, спойлері бар екен. Стримнің состояниясы жақсы, бірақ басы жоқ.
Keyingi биякта биздин автонос баасы жазылмай калыптыр. Бул Kia Carnival 9429 262 000 километр жүргөн дейт. Баасы бар экен астында $4200. $4200 азыр эси ичинде эс алып атат. Honda Inspire жылы 2025 кассиягы жок дейт, обмен бар экен $4800. $4800. Toyota Yaris sol ruldu, жылы 2002, көлөмү 1, расход 5-6 дейт, 250 000 сом. Бул жыттайт деген мен түшүндүрөт экен, Силердики эмеспи? Дөңгөлөктөрү жайкы. Yaris'in arты, бамперинде бираз жасалыптыр, оң жагы. Мына Inspire'дыкы жакшы экен. Сол жагында бираз машина тийип кеткен жери бар. Эң акырында мына ушул достор Matiz'ди көрсөтүү менен жыйынтыктайм. Matiz механика 2005-08 214 000 километр жүргөн, 150 000 сом дейт. Достор, видео жок болмосо сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Азыр кирип базардын ичиндеги унааларды тартабыз. Ал жакта да өтө унаалар көп. Лайк басып, бизди колдоп көрүп туруңуздар.